Сәлем достар, Кәмшат келін әңгімесі 3 бөлім. Сол түнгі екеуінің кездесуі той болмады. Шаға жеп кетті дегендей болды. Өйткені анау сағаттан екінші рет әлдебіреудің басы көрінгеннен кейін бұл сорлылар басқа бөлмеге барып жатты. Олардың мұнысы енді сұмдықтың да сұмдығы еді. Неге десеңіз, атаның бөлмесін барып бұлғады. Мұны келіні білмей ма дерсіз, әрине біледі. Бірақ еркек көрсе есінен аусатын Кәмшат жұмсақ төсек іздеді. Алайда ойынға басып, жігіттің көзін байлай бергенде, тәйт деп жекегендей тағы бір дыбыс шықты. Осыдан кейін екеуінің бірдей әуірі басылып, тым-тырыс бола қалды. Біздің мына үйде кездескеніміз дұрыс болмаған сияқты. Шынымды айтсам, мені де әлдекім қайта-қайта түрткілеп, мазамды алды деді, жан-жағына бақырая қараған жігіт. Мен де сондай күйдемін деген келіншек құшағына тығыла түсті. Бағана, жаным, сенің сағаттан көргеніңді мен де көрдім, бірақ сені қорқадыма деп айтпадым. Әне, тап қазірде анау есіктің жарығынан біреу қарап отырғандай болып тұр. Бұл үйде әруақты ата тұрған деп естіттім, сен оны білесің ба? Деп сұрады бала. Оған қатынның не айтқаны маңызды емес, әйтеуір атаның тыныштық бермегенін кеш болса да түсінген екеуі таңды көзбен атырды. Осылайша ең басқылатқысы келмеген тылсым күш бұл екеуінің үрейлерін алып маза бермеді. Соңында алаңсыз жатамыз деген армандары орындалмай қалды. Ал таң ағара бергенде қора жақтан алапат өрт тұтанды. Әрине олардың орнына кім болса да мұндай жағдайға сенбес еді, себебі осы күні әруақ дегенге сенетіндер кем-де-кем. Әруаққа сенетіндер сонау ескі заманның адамдары. Қазір әруақ түгілі атаңның басына бейітке баруға болмайды деп бәтуа шығарып жүргендер көп. Сол түні мұрындарына түтіннің иісі келгенде екеуі бірдей тұра ұмтылып терезеден қарады. Үйден 50 қадам жерде шоғы ұшқындап қып-қызыл өрт болып жатыр. Әбүйір болғанда соңғы 1 жылда бұл қорада мал жоқ, бос тұрған. Қалайда қашып шығып кет, ойбай деп сыбырлады Кәмшат. Сорлы жігіт киімін де киіп үлгермеді, тұрып қаша жөнелді. Өйткені пышырлап, сес шығарып лаулап жанған өртті көрген көршілер жан-жақтан жинала бастаған еді. Шынымен де, шалбар көйлегін қолына ұстаған жігіт қараңғыға сіңіп жоқ болды. Бірақ кеше-кеште Кәмшат келіннің келгенін көрген көрші апай есіктен бас сұғып. Әй, кім бар мұнда, шығыңдар үйден, қора өртеніп жатыр деп дауыстады. Тап осы жер Кәмшаттың құрыған жері. Өйткені киім лыпасы басқа бөлмеде, өзі басқа бөлмеде тырдай жалаңаш тұрған. Жігітті шығарамын деп жүріп, өзі киініп үлгермеген. Терезеден шығаруға көше жақтан келе жатқан біреулердің қарасы көрінгенде, жігіт есікті ашып қаша жөнелген. Сөйтіп киімі басқа бөлмеде, өзі басқа бөлмеде қалған. Оған көрші кемпір жер тепкілеп айқайлап тұр. Әй келін, қайдасың өзің? Деген тағы да дауыс шықты. Қазір, апа, қазір деп жауап берген Кәмшат сасқаннан бір бұрышқа барып отыра кетті. Онысына, от ұшқындап жатыр, тездетіп шық, үйге тиіп кетер деген әже кете қоймады. Керісінше, сылдап келіп Кәмшат отырған бөлменің есігін ашып жіберіп, қатты да қалды. Ойбай-ау келін, бұл не жүрсің? Үйде бір өзім болғанға қамсыз жүргенім еді. Мұндай сөзге көрші кемпір сене ме? Көзі шытынап, жалаңаш келінге бір қарады да, басқа бөлмелерге бірме-бір бас сұғып шықты. Мына үйдегі шашылып жатқан киімдер мен көрпе төсектерді көргенде, кім болса да бір сұмдықтың болғанын түсінер еді. Қысқасы, көпті көрген кемпір бәрін білді. Біріншіден, мынандай даңғарадай дәу үйде жас келіннің жалғыз түнеуінің өзі күмәнді. Екіншіден, Кәмшаттың таң алдында тырдай жалаңаш отыруы тағы да күмәнді. Үшіншіден, үйдің астан кестен боп ат көпірі шығуы бар. Сонан соң анау қораның өзінен өзі өртке орануы. Темекі тартатын біреудің болғаны ғой деп топшылады кемпір. Әй, осы келін қаланың қызы емес пе, өзі темекі тартатын қаншық болмасын. Деп тағы да ойлады. Алайда болары болды, бояу сіңді. Бүкіл ауыл жиналып шелектеп су сепсе де отты ауыздықтай алмады. Мұның бір сұмдығы су сепкен сайын ерегіскен өрт өрши түсті. Сөйтіп талай жылдан бері тұрған қора бір пәсте тып-типыл болып жанып кетті. Ал енді мұның қызығы ертесіне болды. Бұл маңайда қатар тұрған қора көп, төбелерінде құшақ-құшақ құрғақ шөп жиналған. Әне, соның бірде-бірінде өрт шалмады. Әйтпесе бірі-біріне жанаса соғылған қоралар еді.
Мұны көргенде ауданнан шақырылған өрт сөндірушілердің өздері таң қалды. Керек десеңіз, өрттің неден шыққанын анықтай алмай, бастары қатты. Ал енді арадан көп өтпей, көрші кемпірдің тұжырымына ауыл шу ете қалды. Өйткені әлдене деп үйіндегі келінге сыбырлады. Ол тұрып құрбысына зытты. Оны оның енесі есітті, әйтеуір ауыл іші дүрлігіп дүр сілкінді. Сілкінбейше, сонша қораның арасынан мерген ақсақалдың қорасы өртке оранғанына таң қалды. Арам араласқан болар деді шай үстінде отырған кемпір, бірақ онан әрі ештеңе айта алмады. Өйткені көзімен көріп, қолымен ұстаған жоқ қой, мұныкі қияли жорамал ғана. Дегенмен сол күні өрт сөндірушілермен жеке сөйлескен сонар бала ойлан бастады. Кәмшатжан, темекінің шоғы ұшқан шығар дейді, сонда қалай? Деп сұрады. Білмесем, мен өзім темекі шекпеймін, сен оны білесің ғой, деп қатын бұртиды. Дұрыс, сонар, дұрыс, бұл қатыннан жақсылап тұрып сұрау керек. Себебі мына үйде жалғыз болған осы қатын ғой, егер бөтен біреу келген болмаса. Сонан соң бұл қатын темекі шекпейтін болса қайдан ұшты? Жол дегенің мына жақта анау қораға дейін біраз жер бар. Сонда қайдан келген темекі бұл? Білесіздер ма, мұндайды бір ғана адам естімейді, қатынның жүрсін байы естімейді. Өйткені кім барып байын айтсын? Жоғарыда айтқандай ешкімнің көзі көрген жоқ, ешкім ұстап алған жоқ, мұндайда анау кемпірдікі құр сандырақ қана. Дегенмен әлдебір ілікке сол кемпірдің жорамалы жол ашып берді. Ауыл шулаған соң белгілі пішір-пішір қаңқу сөз көбейді. Бірақ бірде біреуі барып байына айта алмады, тек сырттан сасып күңкілдеп қоя салды. Ал бір жағынан қызыл қасқыр, екінші жағынан көкжал қасқырмен аңдысқан сонар көп өтпей қораны да, қатынды да ұмытты. Ол түгілі мына ауылда шулап-шулап қоя салды. Соны білген Кәмшаттың баяғы әдетіне қайта басты. Бұл енді ауған бала емес, оның сыртынан баяғы Жигулидегі шопыр баланы құрықтады. Сөйтіп әруақ атқандар саны 4-ге жетті. Өйткені осыдан 2 ай бұрын емеурін танытқанын білген шопыр жігіт бір күні жолай соқты. Жол бойына көрініп тұратын жалғыз үйге соқпай ше, басында жөн сұраған боп барып Кәмшаттың қақпанына түсті. Ыңғайын берген қатынды еркек аясын ба, аяғын аспаннан келтіріп қағып салып, қисая кетті. Менің байым жүрген бір әумесер, мына сен сияқты еміреніп тұрса ғой, ол сорлыда қауқар жоқ болса мен қайтейін? Ажырасып кетейін десем, әке шешемді жерге қаратқым келмейді, содан амалсыз жүрмін деген келін кеудесіне басын қойып, бұтын сипап жатты. Мұндайда жас бала қарап қалсын ба, тағы бір рет төрттағандап қойып Кәмшатыңның сыбағасын берді. Сонан соң ышқырын байлап бір аяқ қымыз сіміріп кете барды. Мұныңыз енді тағы бір бүйірден қосылған бақайшық ет. О баста өткен қайтқанда жол жөнекей соғып тұрса, соңынан арнайы іздеп келетінді шығарды. Осылайша дәніккеннен құныққан жаман дегендей болды да тұрды. Қит етсе қылмойынын қылт етіп келді де тұрды. Құдай-ау, Кәмшат келінде отқа жоқ, Қызылордадан қонағының үстінен қан жоса қып сыйлап жіберіп жүрді. Мұндайда еркектей сүртіп тастап табанын жылтыратып кетіп отырды. Әлгі негізі жүріс жасайтын қатындардың ең бірінші айтатын сөзі внимание жетпейді дейді, арақ ішеді дейді, тоқалы бар дейді, әйтеуір кінәнің бәрін байларына артып, ойнастарына өздерін жертіп ақып көрсетеді. Тым болмаса байым жарамайды дейді, ол аз десеңіз, сен жасағанды ол жасамайды, ол сендей бола алмайды дейді. Әрине ойнасы оған сенбейді, бірақ сенгендей сынай танытады. Өйткені оған мынандай әдемі келіншекпен жату керек, бітті. Түптеп келгенде, мұның бәрі қатынның қанының бұзықтығынан болады. Сөйтіп жүріп қолға түскенде, ой, ол маған көңіл бөлмеді, мен өзімді жалғыз сезініп жүрдім, менің онан көңілім қалған дегендей сөздер айтып ақталады. Бұл кез келген қатынның айтатын уәжі. Басқа не айтсын? Иә, мен қаным бұзық жәлеппін дейсің бе? Қолға түскенше ешқандай шағым жасамайды, үндемейсін, тындырып көзіне күліп, сыртынан үріп жүре береді. Ертең бір күні мына Кәмшат не айтар екен, көрейік. Қысқасы, сол күннен бастап бұрын 2 соғысқа астыртын қатысып жүрген Кәмшат келін 3-ші соғысты ашты. Сөйтіп қыңыр мінезімен қолға түсетін күнін жақындата берді. Ал енді күндердің бір күнде жасырын ісі шындыққа айналды. Шаңқай түсте ауған баланың үстіне секіріп жатқанда ат дүбірі киіз үйдің алдына келіп тоқтай қалды. Сонда сорлы қатын аунап түсіп кеудесін басуға ғана шамасы келді. Ал аспанға қарап ақшаңдап жатқан жігіт жинаулы тұрған төсектің артына жасырынды.
Кәмшат, әй, Кәмшат, жаным ау менің, сен немене қораға қарамағансың ба? Деген байы есікте итеріп бас сұқты. Кәмшат не десін, тамағы құрғап, тілі байланып қалған, астындағы көрпешемен үстін жауып, тартқылай берді. Сонда бетін басып теріс қарап жатқан қатынын көрген бала. Әй, мұның не, күн деген түс болды ғой, сен әлі төсектен де тұрмағансың ба? Деп жақындай түсті. Енді бір-екі қадам басып бетін жапқан көрпешені тартса болды, тырдай жалаңаш қатынның беті түгілі көтіңкіреді. Онан анау төсектің артында Құдайдан араша сұрап тұрған бөтен еркекті көрсе, сонарды қанша жерден аңғал десең де бәрін түсінеді. Сонан соң иығындағы қосауыз мылтықпен екеуін де атып салады. Әй, Кәмшат, тұрсайшы енді деп қайталады жігіт. Мауым. Немене, не дейсің жаным, Құдай-ау, ауырып қалдың ба не? Деген бала қос тізерлеп отыра кетіп бетіне үңілді. Онан иығындағы мылтығын тастай салып, Кәмшаттың қолынан тартты. Ал арғы жақта мылтығыңды тастама, балам деген ата әруаға ұлына араша сұрап жатты. Сол жатқанда келіншегінің көзінен тамшылаған жасты көрген сонар бала кәдімгідей қорқып қалды. Содан менің жаныма не болған, бұл неге жылап жатыр? Жүрегімнің ішіндегі жүрегім ғой, жақсы көрем ғой мұны деп іштей күбірлеп келіп. Жаным менің, Кәмшатым, сен неге жылап жатырсың? Деген күйеуі онан сайын жақындай түсті. Сонда оңайлықпен құтыла алмасын білген келіншек. Келші бері, кеудеме басыңды қойшы, құшақтап қана жатайын. Мен сірә, Алматымды сағындым ба білмеймін, кешеден бері көңіл күйім болмай қойғаны деп бетіне үңілген жігітті құшағына тартты. Мұндайда жігіт не десін, аяғы аспаннан келіп айналып толғанып отырып. Қазір, жаным, мен жүгіріп қора жаққа барып келмесем болмайды, әйтпесе асау атым үйімді сүйреп кетер деп орнынан тұра берді. Олай дейтіні астындағы ақбоз аттың шылбырын керегеге байлап кірген. Қойшыларда бұл үйреншікті әдет, шылбырды көрінген нәрсеге іле салады. Алайда мұның қауіпті тұсы әлденеден үрке қашса, жылқы дегенің не болса соны жұлып алады. Тіпті киіз үйіңді қозғап сүйреп қашуы мүмкін. Мұндайда жылқы малын тоқтатып көр. Негізі сонардың асыққаны сол болатын. Бірақ орнынан тұра бергенде келіншегінің жалаңаш сирағын көріп таң қалды. Жамылған келте көрпеше қай жеріне жетсін, бұтындағы күн түймені қымтаған. Және де сыртқы жарықтан кіргенде көрмей қалған сонардың көзі іштегі қараңғыға үйреніп анық көре бастады. Міне, осыдан кейін жұмыр жүрегі әлде бір сұмдықты сезгендей аларған көзімен айналаны бір шолып өтіп. Сен не қыптырдай жалаңаш жатырсың, мұның не? Деп кішігірім келін көрпешені жұлып алғанда, Кәмшаттың аппақ тәні жарқ етті. Қайтсын, бетін басса, емшегі көрініп, емшегін басса, көті көрініп, қыңыр келін әбден састы. Оның үстіне көз аларған байы қос ауыз мылтығын ұстап үстіне төніп тұр. Анау кіс басқан саусағымен шүріппені басып жіберсе бітті, жалаңаш жатқан қатынның жаны жаһаннамға ұшады. Осыны ойлап иман зәресі қалмаған келіншек тілден қалды. Кәмшат деймін саған, мұның не? Деген байы тағы сұрады. Бұл енді алғашқыдай жұмсақ дауыс емес, ызғарлы шықты. Алайда қатты қорыққаннан тілден қалған қатын бір қолымен бетін басса, екінші қолымен көтін басып жата берді. Өйткені тесіле қараған байы көрпешенің астынан бір елі бұт жапқышты көрді. Енді бала мылтығының ұшымен түртіп жіберіп, сенің бұтыңда мынауыңда жоқ қой, бұл не сұмдық? Деп онан сайын шүйлігіп сұрақты үйіп төкті. Мұншама жалаңаштанып жататындай күн ыстық па еді? Деп бір бақырды. Ал әрі қарай түрткілеп жастықты қозғағанда бөтен еркектің ішкі мәйкесі шықты. Осылан кейін сонар бәрін түсінді. Нағыз сатқындықтың үстінен түскеніне көзі жетті. Мұндай қорлыққа еркек шыдасын ба, бетіне бетін тигізіп тізерлеп отыра кетті. Мүмкін сен маған өз аузыңмен айтып берерсің, мұнда не болып жатыр? Деп құлағына сыбырлады. Қыңыр қатында үн жоқ, өйткені айтатын уәжі жоқ. Қысқасы, қатыннан жауап болмайтынын білген бала мылтығын кезеп атып тұрып. 3-ке дейін санаймын, Кәмшат, егер кім екенін айтпасаң, мен сені жатқан жеріңде атып саламын. Сен айуанды бір рет кешірген едім, екінші рет кешірім жоқ, уақытың кетті. Қанекей, білір екілі деп барып, 3 деймін дегенше болмады. Тұтқиылдан бөтен еркек атылып кеп, кеңірдегінен ала түсті. Сонда абайсыз тұрған баланың қолындағы мылтығы анадай жерге ұшып кетті. Осыдан кейін кішігірім киіз үйдің ішінде аласапыран айқас басталды.
Қатынның қулығы мен өсегін қоя ғой, 40 есекке жүк болған дейді. Көз алдында екі еркек арпалысып жатқанда, Кәмшат келін іш киімі мен көйлегін жыртып үлгерді. Сонан соң қай жеңгенің менікі дегендей көзін сығымдап отыра кетті. Ал сонар бала тауда жүрген қарулы болса, ауғаның да қан көрген бала еді, жанталасып бақты. Бірін-бірі ала алмай, домалап жатыр. Бірде сонар үстіне шықса, бірде ауған бала шығып, білектің күші түйісті. Ойбай құрсын, тұла бойын ыза кернеген сонар мықты шыққандай болды. Әлгі оңбағанды астына басып, кеңірдектен алғанда Арамның жаны алқымына тығылды. Сонда да сонар оны жіберер емес, қос қолдап қысып, онан сайын есіп барады. Әлде бір кезде, ойбай, Кәмшат көмектесші, өлдім деген сорлының қырылдаған жан айқайы шықты. Сонда ғана селт ете қалған қаншықтың ойына бір түрлі қулықса бете қалды. Анау жерде мылтық жатыр, оныңыз оғымен жатыр, сонар сорлы оқ салмай жүрмейді. Өзі де құбыры қатарласқан қосауыз мылтық, демек ішінде екі оқ бар. Сол екі оқпен мыналардың екеуінің бірдей көзін құртсам болмай ма? Сонан соң өліктерін апарып көміп тастасам, әрі қарай не болады? Әрі қарай қызыл жағалылар іздеп келеді. Өліктерін ғой таппас, бірақ күмән маған келеді емес пе? Әрине мені әкетеді, мені тергейді. Апарып қамап қойса құрыдым, егер қамамай бос қойса, онда бастығына кіріп көз қыссам. Маған мыналар жала жауып жатыр, сіз өзіңіз араша түсіңізші, қарыз боп қалмаймын деп көзімді сығымдасам. Бәлкім әдемі мүсініме аңсары ауып, ақтап жібере салса. Жоқ, олай болмайтын сияқты. Бұл ауданның милиция басшысы дәусары орыс қатын деген. Менің ол қатынға түкке керегім жоқ. Әй, тоқташы айтқандай екеуін бірдей атып салып төсекке жатқызсам ше. Сонан соң киімдерін шешіп тастап құшақтасқан күйі милиция шақырсам. Ондай болған жағдайда сот мені кешіреме. Қойдан келсем байым бөтен еркекпен төсегімде былғап жатыр екен, ашуға беріліп екеуін де атып салдым десем ше. Мүмкін жазам жеңілдейтін шығар. Жоқ құрсын, бұлай да болмайды, басқа жолын қарау керек. Міне, Арам қатын қас қағым сәтте осындай қитұрқыларды ойлап үлгерді. Алайда жаным көмектесші деген дауыс екінші рет шыққанда орнынан атып тұрды. Сонан соң жан-жағына алақ-жұлақ қарап, не істесем екен дегендей ентіге берді. Мына жерде бірі-бірінің тамағына жармасқан екі еркек жатыр, анау жерде оғы бар мылтық, қайсысы дұрыс. Ал енді ауған баланың араша сұрап жалынған даусы үшінші рет шыққанда, Кәмшат келін мылтыққа ұмтылды. Бұл сайқалдың сонармен жүріп талай рет құс атқаны бар. Өзі жігіттерді сөзбен атып сүретін берген болса, құсты көзбен атып сүретін берген. Бұл қаншық көзін қысып күлімдесе болды, кез келген еркектің аяғы аспаннан келіп, аударылып түседі. Сонда елукездіктен кішкентай құсты қағып салатын Кәмшатқа көз алдында айқасып жатқан еңгезердей екі еркекті атып алу не тұрады. Дегенмен абай болу керек, әйтпесе қиыс жіберіп мүлт кетуі мүмкін. Бірақ амал жоқ, сайқалдың арты апандай қуыс. Әй, оңбаған, өз байыңа қиянат жасап, соңында өлтірмексің ба? Қарғадым сені, қарғадым қаншық, өмір бойы қосақтасып өт деген әруақ арғы жақта тағы бір аунап түсті. Ал енді келіншегінің өзіне қарата мылтық кезегенін көрген сонар, мұның не дегендей басын көтере бергенде, сорлылар, тұрыңдар қане орындарыңнан, әйтпесе екеуіңді бірдей атып саламын деп бақырған келіншек тартпаны қайырды. Әрі қарай бір саусақтық жұмыс жүрпесін басып қалса, гүрс деп барып, от жарқ ете қалады. Осы мылтық дегенді басына тақап тұрса, қорықпай көріңіз. Мен сені түсінбей тұрмын, сонда сен мені деген жігіт ауғанның тамағын жібере салды. Сен мен деген жоқ, маған бәрі бір деген қатыны онан сайын долдана түсті. Осы кезде тынысы тарылып өлуге айналған ауған бала ес жиды. Қараса көз алдында көңілдес келіншек өз байына мылтық кезеніп тұр. Сонда иман зәресі ұшқан ауғаның. Кәмшат, сен тоқташы, олай емес, біз ше бұлай не қып деп мінгірлеп, басын бұға берді. Бұқпай ше бұл жүгірмек ауғанға барып, сондағы қан қасапты көріп келген. Сол соғыста әлде бір орыс командирі көз алдында жақтастарын сатпаған кәрі шалдың аузына тапанша тығып атып салған. Ол сорлының қаны миымен қатар шашырап, осы баланың бетіне жабысқан. Сол есіне түскенде берігін де бұтына жіберіп, басын бұқыштай берген еді. Ал енді екі еркектің қорыққанын көрген Кәмшатың онан сайын күшіне мінді.
Жаюлы шашы жалбарып айқайға басқанда, мына екі сорлы кірерге тесік таппай қалды. Әп, бәлелерім деп шәңкетті қатын. Қорыққандарыңнан бұттарына жіберіп қойдыңдар. Әрине қорқасыңдар, өйткені сен екеуің де қорқақсыңдар. Сонан соң, ей, сорлы сонар, сенің менен малдарыңды артық көргенің өтірік па? Менің шыбын жанымның жалғыздықтан қиналғанын сен малғын білсең ғой. Мына жерде тас пен шөптен басқа ештеңе жоқ. Төркінге бару, ол жоқ. Анау тиіп тұрған Алматыға жылда бір рет әрең барғанымда, қайт деп соңымнан шақырып аласың. Сонда маған не дейсің, жалғыз жатып ішқұса боп өл дейсің ба? Деген Кәмшат шұбырта сөйледі. Айттым ғой, бұл деген қаны бұзық жүргіш қатындардың қолға түскенде айтатын сөзі. Мынаны естіп Кәмшат бейшара ішқұса боп өлгелі жүрген екен дейсің. Бай сорлыны малдан басқаға қарамайтын мал мен мал боп кеткен еркек екен-ау деп ойлайсың. Негізінде мүлдем олай емес. Сонар дегенің мына келіншекті бір түнде төрт түйреп соғатындай қауқары бар қарулы жігіт. Мұның өзі аңсары басқа еркекке ауып, бұты қышып сонардан қашқақтай берді. Қатын бөтен еркекпен әуейі болғанда бұл белгілі құбылыс. Ондай қатынның өз байы көзіне көрінбейді, көрінсе де отырса опақ, тұрса сопақ болады. Сонан соң бұл сорлылар бұзылар алдында байын басқамен салыстырып әуреге түседі. Сөйтіп жүріп жеркенеді, жекеде өзінен өзі жылайды, кейде күледі. Міне, қатыныңнан осындай белгілерді байқасаң, жақсылап ойлан, еркек. Ал енді қолға түскенде барып, ол бейшара естерін жияды. Сонан соң мына Кәмшатқа ұқсап тығырықтан шығатын жол істейді. Тым болмаса қалайда құтылып кетуді ойлап өлтіруге дейін барады. Сонымен екі еркекті бір шыбықпен айдаған қатын, шеш киіміңді деп көз аларып айқайға басты. Ойбай! Бұл кімге айтып тұр дегендей сонар сорлы оған таңдана қарады. Алайда кімге айтқаны белгілі емес пе, бұл екеуінің бірі тырдай жалаңаш, түйенің мойнындай қисық бәлесі салбырап тұр. Сонда қатын сонарға айтып тұр ғой. Екі еркек бірі-біріне қарады, бірақ көпке бармады. Шеш деймін саған деп айқайлаған Кәмшат мылтығын кезей түсті. Аң-таң болып ауыз ашылған байы. Кәмшат, жаным менің, оның не, мен неге шешінуім керек? Деп өз жағасын ұстады. Сөзді көбейтпей тірі қаламын десең, шеш деген соң, шеш деп бұйырды қатына. Құрсын, мұндайдан соң амал жоқ, айтқанын қылу керек. Әйтпесе мына жынды қатын атып салудан тайынбайды. Тап қазір бұл қатынға екі ойың бір сом. Қысқасы, тізерлеп отырған сонар шешіне бастады. Қайтсын, тұра ұмтылуға қатын есік жақта тұрып алған, осал жау емес. Оған жетемін дегенше екі рет тартпақ айырып, екі рет оқ атуға болады. Соны ойлаған бала болары болсын деп көйлегін шешіп лақтырып болды ма дегендей Кәмшатқа қарады. Енді қатын, тұр орныңнан деп бақырды. Сонар сорлы сүйретіліп орнынан тұрды. Шеш, малғын, бұтыңдағының бәрін шеш, іш киіміңді де шеш деген бұйрық берді. Көк жал қатынның мұнысында бұлжытпай орындаған сонарыңның бұзау басы салаңдап дымсыз қалды. Әне сонан соң қызықтың көкесі басталды. Ей, сонар, анау біз жататын үлкен көрпешені жаймына жерге деп зіргетті. Сонда жинаулы тұрған төсекте көрпеше әкелген бала жайып жіберді. Енді сен малғын, сен деп мылтығын ауған балаға бұрған қатын. Мына төсекке етпетіңнен жат, басыңды көтерсең атып саламын, ұқтың ба? Деп бақырды. Сонда ғана мына екеуіне Кәмшаттың ойы белгілі бола бастады. Демек екеуі бірігіп бірдеңе істеу керек, әйтпесе бірінің үстіне бірін мінгізіп тұрып атып салады. Әне, айтпадым ба, әне. Сонарды астына, берікті үстіне жатқызған қатын, сал, қане, тығанауыңды деп бұйырды. Кәмшат олай болмайды ғой деп міңгірлеген ауғанның жалынышты даусы шықты. Білмеймін, қалай салсаң, солай сал, әйтпесе тап қазір атып өлтіремін. Кәмшат-ау, сал дегенде сала беретін менікі робот домкрат емес қой. Өшір үніңді, малғын, сөйлеме болды. Осыдан кейін берігіңнің үні өшіп сонар сөйледі. Кәмшатым менің, менен ағаттық кеткен болса, кешірім өтінемін, бірақ мынандай сұмдықты тоқтат. Керек болса, жауабыңды осы жерде берейін, қалаған жігітіңе қалаған жеріңе бара ғой, деген сонар үстіне шығып, үйтіліп жатқан берікті итеріп тастап, атып тұрды. Ол сорлы не істеп жатты деп сұрамаңыз. Сұрасаңыз айтайын, анау бәлесін басынан тартқылап тыға алмай жатқан.
Ол неме мындай жағдайға жаралған емес, оныңыз арқаны кеңге беріп, емін еркін көсілгенге жасалған. Ол сондай-ақ ұстап сала беретін қатты таяқ емес, оныңыз сіңір мен еттен тұратын сиқырлы бұйымдай. Сосын оның бір еркекке бармақтайы бұйырса, тағы бір еркекке білектейі бұйырған батпан құйрық. Оныңыз мұндай жағдайда мылтық емес, зеңбірек тақап тұрсаңыз да тұрмайды. Бұл жерде қатыннан қорқып, әуре боп жатқан берік қана. Алайда мұндай қорлыққа еркек шыдасын ба, онан да өлгенім жақсы деген сонарын атыла шауып, кереге жақтағы қатынға тап берді. Оның соңынан берік ілесіп бұл жүгірді. Сөйтіп екі еркек қатарласа лап қойғанда, кәмшатын кейін қарай, шегіншектеп барып, жақындасаңдар атамын деп айқайға басты. Оны тыңдайтын сонар ма, уа, әруақ деп ақырып, арыстанша ұмтылып, бас салды. Оның соңынан бұтын басқан берік жетті. Сол кезде гүрстеп барып оқ атылды. Сонарын қатының құшақтап тоңқалағасты. Әне, сонан соң нағыз аласапыран басталды. Себебі үй ішінде атылған мылтық дыбысынан керегеде байлаулы тұрған ақ боз ат үркіп айға шапты. Үріккен аттың күшін білесіздер, бір сілкінгенде киіз үйді сүйреп қаша жөнелді. Әне, сонан соң ашық алаңда өлім мен өмір үшін нағыз айқас басталды. 3 бөлім соңы жалғасы бар. Әңгіме ұнап жатса комментарийға жазып лайк басып отырыңыздар.